Бәріне сәлем. Бүгін сырные шарики, яғни ірімшікті шариктер жасайтын боламыз. Бұл шариктерді дастарханның үстіне ассортилердің қасына қойсаңыздар болады. Ең алдымен ірімшікті үкіштің ең кішкентайына өткізіп аламыз. 2 жұмыртқаның ақ уызы мен сарысын бөліп аламыз. Тек қана ақ уызын қолданатын боламыз. Миксермен жақсылап тұрып көтереміз. Ақ уыз бен ірімшік екеуін араластыратын боламыз. Екеуі біріккеннен кейін 2 ас қасық ұн саламыз. Бұл жолы да жақсылап біріккенше дейін араластырамыз. Осыдан кейін қолымызбен алып шариктер жасайтын боламыз. Шариктерді грек жаңғағының размері бойынша жасайсыздар. Дәл осылай бірнеше шариктер шығатын болады. Осы шариктерімізді панированный сухари дейміз. Осыған айналдырып, жан-жағын жағып шығамыз. Егер де бұл болмаса, онда кәдімгі ұнға айналдырып шықсаңыздар болады. Дәл осы қалпында морозильникке сақтап, кейін қуырсаңыздар да болады. Ал осы дайын күйінде қуырсаңыздар, майды қыздырып, дәл бауырсақты қуырған сияқты майдың қызуы болуы қажет. Қызарған уақытта бірден осындай қасықпен алып аласыздар. Егер де менің каналым сіздерге пайдалы болып жатырса, онда маған лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Каналымның дамуына үлес қосқаныңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.